Адамзат құндылықтарының өзгеріп жатқанының белгісі болар, қолына кітап алып, оны парақтап, оқып отырған адам көрсек, оған деген оң көзқараспен қарайтынымыз рас. Баласына кітап оқыталмай жүрген ата-ана болса, тіптен қуанады. Кітап оқыған жөн, алайда діни мазмұндағы әдебиет қолыңызға түссе, онда талап басқа. Мысалы, жат ағым өкілдері өз идеологиясын таратудың бір құралы ретінде діни кітапты пайдаланатынын бірі білсе, бірі білмес. Сондықтан кітап оқи отырып ой-өрісімді кеңейтіп, білімімді толықтырамын деген ниетіңізді арам пиғылдылар өз пайдасына асырып, түптеп келгенде діни жат ағым өкілінің бірі болып шыға келуіңіз әбден мүмкін. Ал елорда тұрғындары діни әдебиеттерді қайдан алады, өздерінен сұрап білдік. Сондай-ақ эксперттің діни әдебиет таңдауда берген кеңесін сюжет соңында назарларыңызға ұсынамыз. Мен пайдалы кітаптардан аламын, кітап балдан аламын, екі жерден. Қазіргі жастардың дінге қызығушылығы өте көп сияқты. Өйткені ұстаздарымыздың барлық жерде интервьюларын көреміз, сабақтарын көреміз, жастардың қызығушылығы көп сияқты. Жұмада да мешіттің жанынан көреміз, в основном жастар аудиториясы. Діни кітаптарда мешіттен? Интернет-магазиннен? Жоқ. Ойбай, шырағымыз біз мешітке барғанымыз болмаса, діни кітап алды. Діни кітапты кәдімгідей арнайы сататын орындардан аламыз көбіне. Ал интернеттен OLX-тан? Жоқ, OLX-тен қарамаймын мен. Өйткені оны мен толық сенбеймін оларға, шынымды айтсам. Сол мешіттің қасындағы дүкендерден. Бұлай интернеттен қарамайсың? Білмеймін, алмаймын. Қайдан алатын? Жаңа мешіттің қасында өзі үйлер болады арнайы, сол жерлерден сатып аламыз ғой. Интернеттен? Жоқ, интернеттен. Интернет пайдаланбаймын вообще. Ұстаздардан. Не кітап оқисыз ба негізі? Анда-санда, бірақ көп оқимын деп айта алмаймын. Негізі интернеттен қай жерлерден аласыз? Интернеттен де қараймын, ұстаздардың жазған кітаптары болады ғой, сондай кітаптардан да араластырып, нақты бір жерден аламын деп айта алмаймын. Мешіттерде діни кітаптарды любой жерден алуға болады деп ойлаймын. Себебі ол танымал нәрсе ғой, ол дін болғаннан кейін любой жерде болады деп ойлаймын. Оқымаймын. Мен вообще діни кітаптар оқымаймын. Дым ренжімеңіз. Қарамайсыз? Вообще қарамаймын. Сонда кітап сататын жерлер бар ғой, сол жерлерден? Ал интернеттен, OLX-тан? Ондай заказ беріп көрмеппін, бірақ бар деп естідім. Діни магазиндерден, немесе мешіттің сыртында магазин, дүкендер болады ғой, содан. Да, діни кітап алмаймын. Діни әдебиеттерге қызығушылық танытқан біздің тұрғындарымызға біз міндетті түрде ең алғашында дінтану сараптамасының қорытындысы бар жоғын қарап алу қажет деп айтамыз. Дінтану сараптамасының қорытындысын сіздердің істер комитетінің ресми сайтынан біле аласыздар, немесе өздігіңізден жүгіне аласыздар. Сонымен қатар біздің Астана қаласында діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңның 5-ші бабына сәйкес діни әдебиеттер және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдар белгіленген арнайы тұрақты үй-жайларда сатуға таратылуға тиіс. Ол жерлерден тыс сатылған діни әдебиеттер Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490 бабына сәйкес айыппұл салынады, жауапкершілікке тартылады. Сонымен қатар діни әдебиеттерді алмастан бұрын міндетті түрде сіздерді Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының pravstat.kz сайтында Қазақстан Республикасының сотымен тыйым салынған экстремистік және террористік деп танылған діни ұйымдардың әдебиеттерін қолданылатын материалдар тізімімен танысып алуларыңызды сұраймыз.